Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алыңдар. Өлеңді оқы. 24-ші тапсырма. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде, тамсандырған халықты. Ол қалалар әр жерде несіменен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен, Москва Кремльмен, Вашингтон Ақ үйімен, Афина Акрополімен, Алматы несімен әйгілі. Өлеңдегі сұрақтарға жауап бер. Алматы несімен әдемі? Алматы асқар тауымен, көркем табиғатымен, ғимараттарымен әдемі. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Өйткені даңқты қалалар өлеңде айтылған, сол себепті даңқты қалалар деп аталған. Суреттегі көріністер не себепті әйгілі екенін дереккөздерден біліп ал. 25-ші тапсырма, қатесін түзеп жаз. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік мұнаралардың бірі. 26-ші тапсырма, ойлан тап. Айтыңдаршы ал енді ұлы қорған бар елді. Айтыңдаршы ал елді, пирамида бар елді. Бұл ұлы қорған Қытайда орналасқан, ал пирамида бар ел бізде. 27-ші тапсырма, төмендегі сөйлем мүшесіне талдау үлгілеріне назар аудар. Сөйлемдердегі қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөз тап. Оған не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарының тиістісін қой. Осы сұрақтарға жауап беретін сөз баяндауыш болады. Баяндауыштың астын екі сызықпен сыз. Сөйлемдегі қимыл іс-әрекетінің иесін анықта. Сол сөзге сұрақ қой. Егер ол сөз кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап берсе, онда ол бастауыш болады. Оның астын бір сызықпен сыз. Сөйлемдегі өзге сөздерге сұрақ қой. Олар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ирек сызықпен сыз. Сөйлем мүшесінің байланысын сызықпен көрсет. Оқушылар саяхатқа шықты. Оқушылар шықты, саяхатқа шықты. 28-ші тапсырма. Жоғарыдағы сөйлем мүшелерінің талдау үлгісін басшылыққа алып, төмендегі сөйлемдерді талда. Ескерткіштер қорғауға алынған. Кімдер қорғауға алынған? Ескерткіштер неге алынған? Ескерткіштер қорғауға не істеген? Ескерткіштер бастауыш, алынған баяндауыш, қорғауға не істеген? Сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Кімдерді? Сәулетшілерді не істеуге, кездесуге шақырдық, не істедік? Астана сәулеттік құрылысымен ерекшеленеді. Қай қала? Астана сәулеттік құрылысымен, несімен ерекшеленеді, не істейді? Мен өскенде сәулетші болғым келеді. Кім? Сәулетші кім? Болғым келеді, не істегім келеді? Осымен сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияда сұрауларыңа болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Және каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қолдап кетейік.